Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін менеджмент пәнінен жаңа тақырып келіспеушілікті стресстік жағдайды басқару. Келіспеушілік екі немесе одан да көп адамдар арасындағы пікір қайшылығы, мәмілеге келмей дауласу. Бір адам өз пікірін қалайда мақұлдатқысы келеді, немесе екінші бір адамның пікірімен келіспейді. Қандай адам болмасын, жұмыс бабында пікір таласына тап болады. Тіпті басшылық дұрыс жолға қойылып, ұйымдағы психологиялық жағдай қолайлы болғанның өзінде де азын-аулақ пікір талас пен келіспеушіліктер болмай қоймайды. Тіпті пікір таласының мүлде болмауы ол қауіпті құбылыс. Ынтымағы жарасып, тату-тәтті жұмыс істеп жүрген кез келген ұжымда аяқ астынан басшының кінәсінен дау-дамай туындауы мүмкін. Өмірде мұндай жағдайлар жиі ұшырасады. Келіспеушілікті басу үшін әуелі оның неден, қалай пайда болғанын білген жөн. Негізі келіспеушіліктің туындауының екі себебі бар: объективті және субъективті. Объективті себептерден болатын келіспеушілік адамдар арасындағы аса күрделі қарама-қайшылық жағдайында туындайды. Мысалы, еңбек жағдайының нашарлығы, қызмет міндеттері мен жауапкершілігінің айқын белгіленбеуі, осы сияқты проблемалар келіспеушіліктің шиеленіскен жағдайда ұшыраудың басты себептері. Егер адамдар осындай жағдайда тап болса, онда олардың көңіл-күйіне, ауызбіршілігіне, ұйымшылдығына қарамастан дау-дамай тууы әбден мүмкін. Мұндай келіспеушілікті жоюдың бірден-бір жолы бұл объективті жағдайды өзгерту. Адамдар арасындағы қарым-қатынаста ынтымақтасу және араздық ықпалдары әрекет етеді. Осындай жағдаймен күресу келіспеушіліктің ең басты себебі. Мұндай жағдайда ұйым екіге бөлінеді. Бірінші топ болар ұжым мүшелерінің бір бөлігі ресми басшыны, ал бір бөлігі кемшілікті айтқанды жақтайды. Мәселен, ұжымда бір-біріне қарсы топтар немесе ұжымның кейбір мүшелерінің сыйыспаушылығы пайда болады. Келіспеушіліктің туындайтын орны отбасы, қоғам және жұмыс. Психологтар келіспеушілік жағдайды шешудің бірнеше тәсілін ажыратып екі категорияға бөледі: құрылымдық және жеке адамдар арасындағы. Басшы әуелі келіспеушілік себебін анықтауы, содан кейін кез келген тәсілдің біреуін қолдануы тиіс. Келіспеушілікті шешудің құрылымдық тәсіліне жататыны жұмыс талабын түсіндіру, үйлестіру және интеграциялық механизмдер, жалпы ұйымдық комплексті мақсаттарды орнату және көтермелеу жүйесін қолдану. Келіспеушілікке жол бермеудің ең қолайлы тәсілдерінің бірі әрбір қызметкер мен бөлімшелерден қандай нәтижелер болатындығын түсіндіру. Келіспеушіліктің толып жатқан түрлері бар, бірақ тәжірибеде көбінесе төрт түрі кездеседі. Бұл тұлға ішілік, тұлға аралық, тұлға мен топ арасындағы және топ аралық. Тұлға ішілік келіспеушілік адамға қарама-қарсы талаптар қойғанда орын алады. Бұл көбінесе жұмысына қанағаттанбаудан, өзіне және ұйымға сенбеуден, сондай-ақ жұмыстағы дау-жанжалдан пайда болады. Тұлға аралық келіспеушілік бұл басшылардың шектеулі қорларға, капитал, жұмысшыларға өз жобаларын қабылдауға таласуы. Әртүрлі көзқарастағы әртүрлі бағалықтары бар, әртүрлі мінез қырлары бар адамдардың қақтығысуы. Бұл ең көп таралған түрі келіспеушіліктің. Сондай-ақ бұл адамдардың арасындағы өзара керісуінен де пайда болады. Өйткені мінезі, пікірі, жұмыс сапасы әртүрлі адамдар бір-бірімен мәмілеге келе алмай қалады. Келесі үшінші түрі ол тұлға мен топ арасындағы келіспеушілік. Бұл топтың ой-пікірі жеке адамның ой-пікіріне қайшы келсе, немесе тұлғаның ұстанған позициясы топ позициясынан басқаша болғанда пайда болатын келіспеушілік. Және төртінші түрі бұл топ аралық келіспеушілік. Бұл басшы мен формальсыз топтар арасындағы, әкімшілік пен кәсіподақ арасындағы келіспеушілік. Келіспеушілік себептері бұл шектеулі қорларды тарату, міндеттердің өзара тәуелділігі, мақсаттардың айырмашылықтары, бағалықтар мен көзқарастардың айырмашылықтары, мінез-құлық пен өмірлік тәжірибедегі айырмашылықтар және нашар байланыс. Келіспеушілікті шешудің мынадай жолдары бар. Жалтару. Көпшілік адамдар келіспеушіліктен жалтаруға тырысып, өзінің тыныштығын ойлайды. Тігісін жатқызу. Мұндайда басшы адамдар арасындағы келіспеушілік пен наразылықты өршітпеуге, қайта татуластыруға, іштегі дау-дамайды сыртқа шығармауға тырысады.
мәжбүр ету. Бұнда басшы қалайда өз көзқарасын өткізуге, соған еріксіз көндіруге тырысады. Ымыраға келу. Мұның пайдалы болатын себебі адамдарды наразылыққа емес, ауызбірлікке, татулыққа шақырады. Мұнда екінші жақтың пікірі шамалы болса да қабылданады. Проблемаларды шешу, әртүрлі пікірталастың болатындығын мойындау, басқа көзқараспен танытуға, келіспеушілік себептерін түсінуге әзір екендігін білдіру, барлық жаққа ортақ іс-әрекет істейтіндігін білдіру стилі. Әртүрлі пікірталас туатын күрделі жағдайда мәліметтің дәл болуы да әділ шешім қабылдауға елеулі ықпал етеді. Стресс термині ағылшын тілінен енген атау, қазақшаға аударғанда шиеленісу, күштену, зорлану деген ұғымды білдіреді. Стресс қызметкердің жеке өміріне немесе жұмысына байланысты болуы да мүмкін. Стресс терминін алғаш рет енгізген канадалық эндокринолог дәрігер Ганс Селие. Ол стресс атауын медицинаға алғаш рет 20 ғасырдың 60 жылдары енгізген болатын. Ағылшын тіліндегі Оксфорд сөздігі стресске мынадай анықтама беріледі. Стресс дегеніміз сыртқы немесе ішкі ортаның қолайсыз факторларының әсерінен организмнің физиологиялық реакциясы. Осы анықтамадан стрессті тек қолайсыз құбылыс ретінде қарастыруға болмайды. Өйткені оның сипаты мен организмнің жауап реакциясы әртүрлі болуы мүмкін. Зерттеулер көрсеткендей, стресс жағдайы тек зиян келтіріп қана қоймай, кейде еңбек өнімділігінің артуына, басшының өз жұмысына қанағаттануын едәуір арттыруға көп ықпал етеді. Кез келген жағдай стресске әкелуі мүмкін. Стресстің пайда болу себептері өте көп. Менеджментте бұл себептер негізі екі топқа бөлінеді: ұйымдық факторлар және жеке тұлғалық факторлар. Ұйымдық факторларға шектен тыс жұмысбастылық немесе қолы бостылық, жеке адамдар арасындағы жұмыстағы келіспеушіліктер, жұмыста қойылған міндеттің нақты еместігі, қызықсыз болашақсыз жұмыс және жұмысқа деген денсаулық жағдайының төмендігін жатқызамыз. Жеке тұлғалық факторларға жеке сипаттағы құбылыстар, ағзаға зиян келу, жұмыстан шығару, зейнеткерлікке шығу және тағы басқалар жатады. Стресстің бірнеше сатылары болады. Біріншісі үрейлену сатысы. Бұндай кезеңде жүрек жиірек соғады, ас қорыту уақытша тойтарылады. Адам бұндай күйде ұзақ бола алмайды, өйткені шаршайды. Екінші саты ол қарсыласу деп аталады. Ол күйзеліс жағдайының даму және жалғасуына қарай басталады. Бұл сатыда адам жағдайларға бейімделе отырып, қолайлы ережеде әрекеттенеді, және бұл саты біршама ұзаққа созылуы да мүмкін. Үшінші саты ол әлсіреу сатысы деп аталады. Егер күйзелістің күшті немесе ұзақ болғанда басталады. Ганс Селие стрессті екіге бөледі: эустресс және дистресс. Эустресс жағымды стресс деп те аталады. Бұл стресстің қиын, бірақ күресуге болатын жағдайында болады. Стресстің бастапқы сатысы. Егер артық күш одан әрі түсе берсе, ол дистресске әкеледі. Ал дистресс бұл жағымсыз стресс. Артық күш, зақымдаушы әсерден организмнің зардап шегуі. Сондай-ақ стресс екі топқа бөлінеді: физиологиялық және психологиялық. Физиологиялық ол физикалық жүктемеде, ауырған кезде, қатты ашыққанда пайда болады. Ал психологиялық стресс ол адам тосын оқиғалар кезіндегі теріс эмоциялардан, қорқыныш, ашу сезімдері пайда болғанда байқалады. Осы стрессті болдыртпау үшін не істеу керек? Алдымен бұл өмірдегі жетістік және оған қанағаттану, өмірдегі өзіңнің орныңды түсіну, өзіңнің мүмкіндігің мен қабілетіңе қарай алдыңа мақсат қою, белсенді демалыс, жақсы тамақтану және дене шынықтырумен шұғылдану. Сондай-ақ стрессті төмендету әдістері туралы психологтар мынадай кеңес береді: жұмыс басымдылықтарын орнату, күнде демалып тынығу үшін уақыт табу, сабаққа дайындалып келу, басшымен тату болу, жұмысыңыз бастан асып кетсе, басшыға жоқ жасай алмаймын деп ескерту, қойылған біріне бірі қайшы келетін талаптармен келіспеу, стандарттар мен күтілетін нәтижелер анық болмаса, басшыға хабарлау.
Оқушылар, сіздерге үй тапсырмасына осы тақырыпқа қатысты әртүрлі жағдаяттық тапсырмалар беріледі. Дәрісіміз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.